Баянды махаббат. Еңлікті алып қашып кеткенде есеңгіреп қалдым. Еділ терең күрсінді. Мосының астында лаулап жанып жатқан отты қолындағы шыбығының ұшымен түртіп қойып, әңгімесін жалғады. Ішім удай ашыды, өзімді қоярға жер таппадым ғой, аға. Ол 2 сынып төмен оқыды. 6 сыныпта хат жазғам, бірақ жауап бермеді. Жауап бермесе де жақыннан көргеніме мәз болып жүріп жаттым. Сыртынан бақылап жүрмін. Басқа жігіттерге де ыңғай бермеді. Бұл да көңілге медеу. Дәмеге шоқ. Оның үстіне көзіміз түйісе қалса, лып еткен ұят, лап еткен ашумен қатар, кейде жылы жымиысты байқап қаламын. Ондай кезде үмітімнің желкені керіліп-ақ қалады. Байқаймын, бағам артсын деген бір еркелік аралас қулық бар мінезінде. Мектепті бітірсін, жақсылап тұрып сөйлесем, тегі болмаса үлкендерді араға салып, құда түстірем, болмаса алып қашам, қалай болғанда да бұл қызды қолға түсірем деп жоспардың неше атасын құрып жүргенмін, бірақ алдымды орап кетті Ермек деген жігіт. Бізден 5-6 жас үлкендігі бар, өзіміздің ауылдың баласы еді. Соғын қадап жүрген екен. Еңліктер мектепті бітіріп, қоштасу кешін жасаған күні алып қашып кетті. Қырсыққанда мен сол күні тауға кетіп едім отынға. Бармағымды тістедім де қалдым. Кейін естідім, басында көнбеген екен. Ақыры бір апа табалдырыққа жатып алыпты. Аттап кетуге дәті бармай, жылай-жылай орамал тақтырыпты. Ішімнен бұйрық осылай шығар деп, өзімді өзім жұбатқанмен, күйеуінің арақпен шатаққа жақындығы жанымды одан әрі жабырқата түсті. Қап, қорғылмаса болды ғой деген ой көкейімнен кетпей қойды. Өкініштісі осы ойым расқа айналды. Арақ жүрген жерде береке болушы ма еді? Араға үлкендер түсіп, қаншама рет ақыл айтылғанымен олардың шаңырағынан ұрыс-керіс кетпеді. Оны айтасыз, тұңғышын босанған соң қол көтеруді шығарды күйеуі. Сол жылы Еңліктің анасы қайтыс болған. Арқа сүйер адамы қалмағанын біліп, тіпті басынды байы. Өмір дегенді қойсайшы, көзі көгеріп жүріп екіншісін босанды. Бәрібір ана ақмақтың аузынан арағы кетпеді, қолынан таяғы түспеді. Итшілеп жүріп 3-ші баласында дүниеге әкелді Еңлік. Баяғы жартас, сол жартас, енді бала-шағасымен қашып жүретін болды байғұс. Ауылдағы алақандағыдай емес пе, көріп жүріп көңілім құлазыды. Жылағанын естіп, қоса жылаған күндер болды. Тепкілеп өлтірейін бе ит немені деген азғырынды ой көкейіме баяғыда-ақ ұя салып алған. Талай түнді сол үйді торылдаумен өткіздім. Құдайдан қорықтым, аға. Өзіңіз де түсініп отырған шығарсыз, мен әлі үйленбегем. Жасы құрғыр қайран 25-ті артқа тастап, 30-ға ентелеп барады. Әкем үндемейді, ал анашымның орамалының ұшы жанар тұсын жиі жағалайтын болды. Ол кісілердің келін түсіріп керілгісі, немере сүйіп мерленгісі келіп жүргенін ұқпайтын кеші емеспін. Алайда жүрек деген қиын екен. Бір қызға көңілім селт етсеші. Оны айтасыз, Еңліктің бақытсыздығына өзімді кінәлі сезініп, түнімен дөңбек шығып шығатын кездерім көбейді. Я, жаратқан ием, Еңлікті бақытты қылшы деп жалбарынып жатып, ұйықтап кетем. Ақыры Еңліктің шыдамы бітті білем. Ажырасып тынды екеуі. Шынымды айтайын, бұған қатты қайғырған жоқпын өз басым. Оны айтасыз, құтылдау қорлықтан деп қайта ішімнен қуанып қалдым. Қуаныш пен қайғы егіз дейді ғой, аға. Уайымның көкесі енді басталды. Енді өстіп, жесір болып, өмір бақи қиналып өте ме? Үйленейік десем, не дейді екен, а? Мақұл деген күнде ата-анам қалай қарайды? Толассыз ойдың топанында қалдым. Ақыр соңы нар тәуекел деп Еңлікпен тілдестім.
Басында көздегенің белгілі ғой дегенде жақтырмай, тіпті кекете сөйлесті. Еш шамдамай, егер сенім артса, оған жар, 3 балаға әке болатынымды айтқанымда даусымнан шынайылықты сезді-ау. Бетіме бажырая қарап біраз тұрды. Кеудесінде күдік пен үміт, секем мен сенім арпалысып жатқанын түсініп, ойланыңыз дедім де бұрылып кеттім. Араға уақыт салып қайта барғанымда ата-анаңыз не дейді деген жауап сауалды естідім. Содан әуелі анашыма естірттім арман тілегімді. Ол кісі таңырқап біраз тұрды да көз жасына ерік берді. Айтқаны әкеңмен сөйлес болды. Әкеме келдім. Әкем төмен қарап біраз үнсіз тұрды. Ол қыздың көрмегені жоқ қой. Жүрек қалауың сол болса, берейін батамды, бірақ бұл жүкті көтере аласың ба балам? Елдің сөзіне, пыш-пыш өсегіне шыдай аласың ба? Әйеліңді жылатпауға, балаларды мұңайтпауға азаматтығың жете ме? Есік көріп келген бетіне салық қылмай өтуге ерік жігерің жете ме? Қайғы үстіне қайғы жамамауға қайратың жете ме? Ойлан балам. Тұла бойым шымырлап, көзім тұмантып кетті аға. Бұл сөздерді естігенде әкеме қарап тұрып, ойланғам әке, түпкілікті шешімім осы, жылатпаймын, еңлікті дедім. Онда құлыным, Құдай жолыңды оңғарсын, бердім батамды деген әкемді құшақтай алдым. Қазір Құдайға шүкір аға, тату-тәттіміз, бірақ сізден несін жасырам? Үй болып кету оңайға түспеді. Мен білетін еңліктің мінезі өзгерген екен. Әбден ұрыс-керіс өмірге бейімделіп, бая-шая болып кеткен бе? Басында жиі сөзге келіп қалып жүрдік. Бірде даусымды қаттырақ көтеріп, орнымнан тұрып кетіп едім. Жасқаншақтап, шошып кетті. Оның түрін көріп, өзім дірете қалдым. Ішімнен, ей Еділ, бақытты қылам деген уәдең қайда? Өреңнің жеткені осы болды ма деп өзімді өзім қатты сөктім. Сол арада еңлігімнен кешірім сұрап едім. Ол байғұс та көз моншағын төгіп жіберді. Бір шүйіркелесіп отырғанымызда күйеуіңнің қылығын білген соң басында-ақ неге кетіп қалмадың деп сұрадым. Алғаш қол көтергенде-ақ ондай ой келген, бірақ ата-енемнің көңіліне қарайладым. Оның үстіне марқұм анамның ботам қайта шапқан жау жаман, қайта келген қыз жаман деген көп еркектің жынды бастығы 1-2 баладан соң басылып қалады. Сәл сабыр ет қызым, бізді жерге қаратпа деген өтініші өрекпіген кеудемді басты. Одан кейін өзің білесің, бала пайда болды арамызда. Оған да қарамады. Екіншісі келген соң қояр деп ойлағам. Ол ойым да алдамшы болды. 3-ші баламды көтергенде енді ес кірер деп едім, тіпті құтырып кетті. Есік алдындағы дарбазаның астынан ит әрең өтетіндей ғана жер қалдырылған білесің ғой. Бір күні ішіп келіп, қуалап жүріп сабағанда, жан далбасалап ішімдегі баламмен соның астынан өтіп кетіппін. Осы жерде еңлігім солқылдап ұзақ жылады, әрең жұбатып алдым. Сонда да мен енді кімге керекпін? Балаларым тірі жетім атанбасын, шыдайын деп жүргенімде бір кісіге жолығып қалдым. Тағдыр шығар, вокзал жақтағы дүкеннің қасында. Жанымда 1-2 келіншек бар, кетіп бара жатқанбыз. Қарындас, кешіріңіз, сізді 1 минутқа бола ма деген дауыс шықты арт жағымыздан. Бұрылып қарасам, маған айтып тұр екен. Жанына бардым. Кешіріңіз, сіздің есіміңіз еңлік пе деп сұрады. Иә. О, Құдайдың құдіреті, мен сізді түсімде көргем. 3 балаңыз бар, ә? Иә, таң қалып тұрмын. Мен жолаушымын. Нағашыларыма кетіп барам. Кешіріңіз, күйеуіңіз ішеді, ә? Басымды изедім. Сол арада пойыздың жүретіндігі хабарланды. Әлгі кісі абыржыған түрде, сізге ажырасу керек, әйтпесе көңіліңізге алмаңыз. Мен сіздің мүгедек арбасына таңылып жатқаныңызды көрдім. Ренжімеңіз, бірақ меніңше бұл тегін емес. Сау болыңыз деді де жүре берді. Орнымда сілейіп мен қалдым. Біраз ұзаған соң әлгі кісі бұрылып, бақытты болыңыз еңлік, бірақ ажырасқаныңыз дұрыс деп кете барды. Бұлай қарасаң ертегі сияқты, бірақ тура осылай болды.
жаратқан иемнің мейірімі түскен болар. Содан не істерімді білмей, кіммен ақылдасарымды білмей жүргенімде анау тағы ішіп келіпті. Қашып бара жатып кішкентайымды қолымнан түсіріп ала жаздадым ғой. Құдай сақтады. Сол концерттен кейін бардым да сотқа арыз бердім. Сол күнгі әңгімелесуден бастап осы күнге дейін дауыс көтерген емеспін күніме. Қандай да бір дау-дамайдың басы қылтиса, қалжыңға бұрып, жуып-шаюға тырысам. Тегі болмаса, ақырын далаға шығып кетем. Пайғамбарымыз солай үйреткен дейді ғой, мен де соны істеп жүрмін. Көбіне еркелетіп, әзілдесіп қоям әйеліммен. Алдыңғы күйеуінен қаттылық пен қатыгездік көріп, зәрезап болып қалған емес пе? Басында бір түрлі сенбей таңырқап қарайтын. Кейін келе-келе өзі де жаймашуақтанып ашылып кетті. 3 балама да бар мейірімімді төктім. Қазір мені әке деп атайды. Еділ масаттана жымиып қойды. Бірінші рет әке деп айтқанын айтып берейін бе сізге? Жұмыстан келсем, 2 үлкен балам сабақтарын оқып жатыпты. Қызым қуыршағымен әуре. Құшақтап беттерінен сүйіп, тамақ дайын болғанша жаңалықтарды көрейін деген оймен қонақ үйге өтіп кеткем. Үлкен ұлым Жәнібек жаныма келді бір уақытта. Иә балам, бірдеме айтайын деп пе едің? Иә аға. Айта ғой, сізге рахмет аға. Көздері жасаурап кетіпті. Ей батыр, жайшылық па? Басынан сипап арқасынан қағып қойдым. Аға, мен бұрын өмірді жек көруші едім. Күнде айғай-шу, өмір сүргім келмейтін, бір жаққа қашып кеткім келетін. Сіздің үйге келгелі жақсы болды ғой. Рахмет сізге. Аға, мен сізді әке деп атайыншы бұдан кейін. Өзімді өзім тоқтата алмадым. Сондай кезде бар ғой. Аға, өмір сүріп жүргеніңе қуанады екенсің. Бақыт дегеніңіз басқа адамның бақытын сезіну, бақытты болуына үлес қосу екен ғой аға.